Жаздың жайма шуақ бір күнінде ала қоңыз әндетіп ұшып келе жатады. Кенеттен өзіне қарай шүйліккен қарлығашты көріп, бас сауғалап төмендегі егістікке қарай құлдырай түседі. Ажалынан әрең құтылған ала қоңыз картоп егістігіне жан сауғалапты. Енді ол айналасын бір шолып алып, картоп жапырақтарын опырып жей бастайды. Үшінші қоймаға апарыңдар. Тезірек қимылдаңдар. Күн батуға таяу. Тезірек қимылдаңдар. Жіберіңдер мені. Өңшен құрт құмырсқа шыбын шіркейлер, жібер! Әбден қарны тойған ала қоңыз қасынан өтіп бара жатқан құмырсқаға тіл қатыпты. Ай құмырсқа, мен осы сендерге түсінбеймін. Ертелі-кеш ерсілі-қарсылы, бір тыным таппайсыңдар. Міне маған қара, қарын тоқ, қайғы жоқ. Біз жейтін асымызды адал жолмен еңбек арқылы табамыз. Еңбек етсең емерсің деген. Ал сен жатып ішер арам тамақсың. Дайын ас дейсің. Бұл картопты өсіру оңай деймісің? Біреудің қаншама еңбегін, маңдай терін зая кетіретін зиянкессің. Еңбек дейді ғой. Есебін тапсаң еңбексіз де өмір сүруге болады. Маған ақыл айтатын сен кімсің? Еңбек дейді ғой. Сол күні егістікке әкесі мен баласы келіпті. Жүйекті аралап жүрген бала картоп жапырағына жасырынған ала қоңызды көріп: Әке, мұнан қараңыз. Картопты ала қоңыз баса бастапты. Иә балам, ертең егістікті дәрлейміз. Бұл сөзді ұйықтап жатқан ала қоңыз естімеген еді.